Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен қолжетімді заттармен дайындалатын және де дәмі ерекше кокосты торт жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бисквитімізді дайындап аламыз. Бізге қажетті заттар жұмыртқа, қант, ұн, крахмал және де қопсытқыш. Достар, бұл бисквиттің жасалу жолы менің каналымда бар. Міндетті түрде ережелерді сақтап жасауларыңыз қажет. Жұмыртқаларды ағын сарысынан ажыратып аламыз. Және де сарыуызымыздың ақуызға түсіп кетпеуін қадағалаймыз. Егер де түсіп кеткен жағдайда қасықпен алып тастауға болады. Айта кететін жағдай, бисквитті өз ережелеріне сай жасауымыз қажет. Өйткені біздің бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Жұмыртқаны ағын сарысынан ажыратып алдық. Келесі кезекте ақуызымызды жақсылап миксердің көмегімен көпіртеміз. Мінекей осындай пенка пайда болады. Енді оған қантымыздың жартысын қосып, тағы да микселейміз. Қантымызды араластырып алдық. Мінекей осындай өзінің формасын сақтайтындай пенка пайда болады. Енді жұмыртқаның сарысына қалған қантымызды қосып микселейміз. Сарыуызды араластырып алдық. Енді оны ақуызымызға қосып біріктіреміз. Сонымен қатар араластыру барысында лопатканың көмегімен айналдыра отырып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Келесі кезекте құрғақ ингредиенттерді бір-біріне қосып, електен өткізіп араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді араластыру барысында лопатканың көмегімен айналдыра отырып немесе төменнен жоғары қарай әрекет етіп араластырамыз. Қатты араластыруға болмайды. Тестамыз дайын болды. Енді оны фольга төселген формамызға саламыз. Және де 170 градуста қызып тұрған пешімізге 30 минуттай пісіреміз. Есте сақтайтын маңызды жағдай, бисквитіміз пісу барысында пештің бетін ашпаймыз. Егер де пешіңіз әсел немесе харлем болса, 150 градуста пісіреміз. Міне бисквитіміз дайын болды. Пышный керемет болып шықты. Мен мұнда 20 диаметрлі формамен пісіріп алдым. Егер сіздер 18 диаметрмен пісірсеңіздер, өте керемет биік болып шығады. Келесі кезекте біз осы бисквитімізді бірдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Бисквитті бірдей етіп 3 бөлікке бөліп алдық. Енді крем дайындаймыз. Жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майды микселей отырып, қоюлатылған сүтімізді аз бөлшектен қоса отырамыз. Осылайша кремімізді дайындап аламыз. Дайын болған кремімізді бисквиттеріміздің арасына жағып аламыз.
Кремді жағып болдым. Келесі кезекте кокосовый стружканы тортымыздың бетіне және де айналасына сеуіп аламыз. Сонан соң тортты өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп әрлесеңіздер болады. Және де тортымызды дайындап болғаннан соң 6-7 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сонымен тортымыз дайын болды. Әрине жасап көріңіздер. Дәмі ерекше тортымыз сіздерге пайдалы болса, менің каналыма міндетті түрде жазылып алыңыздар. Және де комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Өмірбек Ақерке.